Мен міндетті түрде қайтамын. Сәлем, бұл неге сонша уақыт алады? Мен бар күшімді салып жатырмын, ұстаз. Бұл керемет. Біз ғарыш кемесінің командиріне қайта ораламыз. Келесі жолы бәрін тезірек жасаңыз. Вау, бала, сізде осындай керемет қабілеттер бар. Иә, қазір әрқайсысың супер қаһарманға айналдыңдар. Ал Гопал ше, оның ешқандай қабілеті жоқ. Менің қабілетім қандай, балам? Мен білмеймін, дәл есімде жоқ. Сіз Бабал Борцты мені қатты тепкені үшін кінәлай алмайсыз. Сондықтан әкем скребл алды. Иә, кешіріңіз. Бұл сіздің кінәңіз. Уайымдамаңыз, мұның не екенін кейінірек білетін боласыз. Иә, дәл қашан? Сабыр етіңіз, Гопал. Бұл жерде ерекше ештеңе жоқ. Ол дұрыс айтады. Барлығыңыз, егер екеуі қайта оралса, жаттығу жасағаныңыз жөн. Егер менің қабілетім болмаса, мен қалай жаттығуым керек? Өзіңізді шыдамды болуға қалай үйретуге болады? Ол сені жек көреді. Бала Буба. Бізге көбірек какао керек сияқты, ұстаз. Көбірек какао ұрлаудың мағынасына тапсырыс беріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлем, бүргер, тапсырысыңызды қабылдай аламын ба? Мен 4 нөмірлі гамбургердің 5 порциясына, 3 нөмірлі үлкен гамбургерге, 1 түпнұсқа гамбургерге және 2 ашық гамбургерге тапсырыс бергім келеді. Түпнұсқада қияр жоқ. Аздап ашық қосыңыз. Мен қалған 2 жиынтықта 1 нөмірді және 2 нөмірді жеңіп алдым. Сіз мұны қайталай аласыз ба? Сәлем. Иә, мұны қадағалау оңай. Сер, 4 нөмірлі 5 жиынтық, 3 үлкен гамбургер жинағы, 3 нөмірлі, 1 түпнұсқа және 2 ашық, бірнеше қияр қосылған. Жарайды, түсіндім. Ей! Сіз бұл хатты алдыңыз ба? Менікі дұрыс. Жалпы сомасы $29.99. Көбірек төлеңіз. Дәл осы жерде. Тамақ осында. Бұл тым көп. Әрі қарай не істейміз? Сіз аяқтадыңыз ба? Менің ойымша, бұл жеткіліксіз. Маған көмектес. Өтінемін. Маған көмектес. Ей, біреу қиындыққа тап болды. Бәрі жақсы. Мен барып тексеріп көрейін. Ей, балалар, печенье сатып алғың келе ме? О, Маған көмектесіңізші. Мәселе неде? Маған көмектесіңіз, кішкентай қыз. Мен сатып алған печенье мен ойлағандай жақсы сатылмайды. Міне, осында. жарайды. Мына бейшара ханымдарға печенье сатып алайық. Маған көмектес. Бұл ұры. Бәрі жақсы. Жағдайды реттеп берейін. Сіз өзіңіздің қабілеттеріңіздің қандай екенін білмейсіз. Мен біреуге көмектескен кезде, ол қалқып кетуі мүмкін. Кім біледі? Ұстаз, бұл кокос жаңғағы бұрынғыдай күшті емес. Бұл қалай болады? Бұрын өсірілген кокос жаңғағы көбірек энергия өндіре алар еді. Бұлай болуы мүмкін емес. Бұрынғы какаоны іздеуге жойғыштарды жіберіңіз. Дәл не? Сіздің бетіңізге не болды? Мәселе неде сияқты? Сер, маған көмектесіңіз, орын ұстаңыз, уайымдамаңыз, мырза. Қазір бас тарт, зұлым. Бұл балықты иесіне қайтарыңыз, немесе жазалауға дайындалыңыз. Бұл сенсің, тоқта. Бұл мені ауыртады. Сіз бұл балықты қайтардыңыз ба? Мен мұны істедім. Бірақ ол кісі енді оны жегісі келмеді. Сондықтан оны маған берді. О, Стив. Күте тұрыңыз, бұл бортта. Ей. Сәлем. Бұл найзағай. Баба, сенімен бәрі жақсы ма? Мұнда не болып жатыр? Бәрі жақсы. Мен сізге кейінірек айтамын. Бұл роботтардың кетуіне жол бермеңіз. Мен какомын. Мен сол кокос жаңғағымын.
бір жаққа кетіңіз. Мен сіздердің ешқайсыларыңызды ренжіткім келмейді. О, жоқ. Бұл сізге ауыр тиді ме? О, жоқ, біз тезірек жүгіре алмаймыз. Бұл апассың. Менің ойымша, сіз түшкірген сайын күшіңізді жоғалтасыз. Мен не істеуім керек? Күшіңізді қалпына келтіру үшін түшкіруіңіз керек. Ешқандай проблема жоқ. Бұл керемет. Рахмет. Және бұл жерге қайта оралуға тырыспаңыз. Даба, сенімен бәрі жақсы ма? Даба, бәрі жақсы. Бұл керемет. О, жоқ, атаң есінен танып қалды. О, адам, мен мұны абаға қалай түсіндіруім керек деп ойлайсыз? Бұл өте қиын. Сіз олай ойламайсыз ба? Дәл не? Маған олардың қалай сәтсіздікке ұшырағанын түсіндіріңіз. Роботтарды бала Боба мен оның достары тоқтатты. Бұл бала емес. Сіз жай ғана көкірекше киген бір түрлі жігіттерсіз. Баба бала, Бат мырза, қарғыс атсын.